Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Бүгінгі бейне блогымыз ұлы жүздің атасы саналған Бәйдібектің екінші әйелі Зереден тараған Жалманбеттің ұрпағы Ысты бабамыздың баласы Тілік баба жайлы болмақ. Ұлан-ғайыр қазақ даласының бір бөлігі Әулиеата өңірінен елдік пен ерліктің туын көтерген талай тұйғын түлектер шыққан. Солардың бірі Ысты Тілік баба. Ысты Тілік баба мемориалдық кешені Жамбыл облысы Сарысу ауданының орталығы Жаңатас қаласының солтүстік шығысына қарай 8 шақырым жерде Жаңатас Саудакент тас жолының бойында орналасқан. Ысты Тілік баба мемориалдық кешені Жаңатас Саудакент тас жолының бойында Қырат төбенің үстінде орналасқан. Алаңның көлемі шамамен 30-100 метр тікбұрышты алаң ретінде соғылған екен. Алаңның солтүстік бөлігінде қазақ халқын жоңғарлармен қарсы күресте бірлікке шақырған атақты Төле, Қазбек, Әйтеке билердің даналық сөздері жазылған мәрмәр тас ретінде орнатылған 3 қысқа бағана орнатылған. Алаңның ортасында үлкен тұғырда 3 ұзын мәрмәр тұғырдың ортасында үлкен найза қойылған мәрмәр белгі тасқа Ысты Тілік баба Доспанбет Бәйдібектен тараған Жалманбеттің ұрпағы деп жазылған екен. Ысты бабадан Қоспанбет Ойық және Доспанбет Тілік тараған. Бұл екеуінен тараған ұрпақ малға салған ендеріне байланысты Қоспанбет Ойық, Доспанбет Тілік атанған екен. Әу баста әкелері көзімнің тірісінде еншілеріңді бөліп берейін дегенде ол екеуі еншісін бірге алып, бір-бірінен еншілерін бөліспей малын бірге ұстаған екен. Бірақ малдары араздыққа себеп болмас үшін бір отардағы малды екі жарып, екі түрлі ен салып қойған. Міне осы ынтымағы елге танылып, Ойық Тілік енділер аталып кеткен екен. Ысты руының жауынгерлік ұраны жауатар, ал таңбасы көсеу пішінді болған. Ысты Тілік бабадан Тазша, Сүлгетай, Ақмолда, Мырза Қоңыр, Жырымсыз Қоңыр, Құралай Қоңыр деген ұрпақтары таралған. Ысты Тілік баба ұрпақтары қазіргі кезде Жамбыл облысы мен Түркістан облысының аумағында кең таралып қоныстанған. Ысты Тілік баба мемориалды кешенін аралау барысында осы кешеннің батыс жағында орналасқан Тілік бабадан тараған 5 ұлына арнайы орнатылған тақта тастарды көрдік. Бұл мәрмәр тастарға Ысты Тілік бабадан тараған 5 ұлдың есімдері қашап жазылған екен. Бүгінде бұл 5 ұлдан тараған ел 5 рулы елге айналып отыр. Сонымен қатар осы сапарымызда Ысты Тілік баба мемориалдық кешенінде орналасқан қазақтың атақты 3 биі Төле, Қазбек және Әйтеке билердің даналық сөздер жазылған кітап пішіндес мәрмәр тастарды көріп тамашаладық. Бұл мәрмәр тастардың бірінші кітабында бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауыңа найзаң тисін. Бай болып елге пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін деп Төле би Әлібекұлының қанатты сөзі жазылған екен. Екінші кітап тақтада атадан жақсы ұл туса, елінің алды болады, атадан жаман ел туса, көшінің соңы болады деген Қазбек би Келдібекұлының қанатты нақыл сөзі жазылған екен.
Үшінші кітапта шешендіктен не пайда, артында сөзі қалмаса, батырлықтан не пайда, халыққа қайран қалмаса, хандықтан не пайда, қарашасын жалмаса деп Әйтеке би Байбекұлының қанатты нақыл сөзі жазылған екен. Бұл жерде Ысты Тілік баба ұрпақтарының тек баба рухына арнап кешен тұрғызып қана қоймай, сонымен қатар халықты бірлікке шақырған үш абыз билердің нақыл сөздерін кітап түрінде жазып белгі қойғанына еріксіз риза боласың. Сонымен қатар, осы сапарымызда байқағанымыз, Ысты Тілік баба мемориалдық кешені орналасқан Қырат төбенің қасында арнайы қоршалған аумақта ағаш көшеттері отырғызылып, абаттандыру жұмыстары жүргізілген екен. Бұл арнайы қоршалған саябақтың қақпасына Ысты Тілік баба саябағы деп жазылғанын байқадық. Жалпы баба рухына арнап осындай үлкен мемориалды кешен тұрғызып, оның қасына саябақ отырғызу үшін аз қаражат кетпейтіні белгілі. Бұл дегеніміз Ысты Тілік баба ұрпақтарының ауызбіршілігі мықты ел екенін көрсетіп қана қоймай, болашақ ұрпаққа ата-баба тарихын құрметтеп, оны естен шығармауды, жеті атасын ұмытпауды ұлықтап тұрғандай ерекше серпіліс туғызатыны айқын. Осымен біздің бүгінгі бейнеблогымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз, ағайын.